Сарыарқаны сазда өлмен тербеткен, заманның айтулы сал серісі болған Балуан Шолақ Баймырзаұлының қойылған ескерткіші Бұланды ауданы Вознесенка селосында орналасқан. Нұрмағамбет Баймырзаұлы Балуан Шолақ қазақтың халық композиторы, ат ойынының түрлі тәсілін меңгерген өнерпаз, күш өнерін көрсеткен спортшы, жауырыны жерге тимеген балуан десек. Халық оны еркелетіп, жас күнінде саусағын үстіп алуына байланысты Балуан Шолақ атаған. Адам бір құрдасы бір кісінің асын беріп отырғанда, жанында отырған құрдасы атамды ойлап, асықты жіліктің үзіп отырады ғой. Соны көріп, шүпармақ жоқ болғасын, әгіні не істер екен деп, шөкең сенің істеп жүрген бәрі бекер екен. Семей жақта бір палуанды көрдім, әндағы жілікті ұстап орып жүреді деп. Сонда атамыз ұстап отырып, шүпармақпен, қалай былай ма деп, әлгі жілікті бүктеп жүрген екен. Қой деп тоқтатып, әзеден тоқтатып апты. Әйтпесе, әрі ұстағандай үйдің қабырғасы сүзілден ашып кетеді дейді. Әкесі Баймырза ағаш шебері болған. Әкесіне қарағанда шешесі қалампыр қарулы кісі болған деседі. Алып анадан демекші, Балуан Шолақ та осы анасына тартып, теңдессіз алып күштің иесі болған. 14 жасынан бастап күреске түсіп, шауып келе жатқан ат үстінде әртүрлі жаттығуларды шебер орындаған. Балуан Шолақ Көкшетауда өткен үлкен жиындарда 51 пұт кірдің тасын көтеріп, дүйім жұртты таң қалдырған. Балуан Шолақ ән күйге де жасынан құмар болды. Бертін келе жігіт шағында Балуан Шолақ осы екі өнерді қатар дамытады. Балуан Шолақтың Ащылы айырық, Балуан Шолақ, Желдірме, Дікілдек, Көкшетау, Қосалқа, Қос барабан түрлі әндері бар. Оның халық арасында кеңден тараған әндері Ғалия мен Сентябрь. Ғалия нәзік сезім дүниесін, мөлдір махаббатты шеберлікпен саршыл әуенді жырлаған ғашықтық лирикасы болды.